Бүгінгі тақырып бос бесікті тербетпе. Қазақ халқының салт дәстүрінде әдет ғұрпы мен тұрмысында ырым тиымдар мен наным сенімдер көп. Сондай-ақ ұрпақ тәрбиесіне баса назар аударатын ұлтымыз сәбиді сан түрлі қатерден қорғау үшін оны жат әдеттерден аулақ, болашағы жарқын болсын деген үмітпен ырым тиымдарды ұстанған. Мәселен, бала тербететін бір бесіктің өзінде бос бесікті тербетпе, оны саудалама, бетін ашық қалдырма деген ырымдар бар. Этнограф Болат Бопайұлы бала дүниеге келгеннен бастап есте сақтау қажет ырым тиымдарды атап өткен. Халқымызда ежелгі заманнан отбасы, бала, туған жер тәрбиесіне айрықша көңіл бөлген. Отан отбасынан басталады деп ұрпағын мақтан еткен. Баланың дені сау болса, ертеңі жарқын болады деп есептеген. Сәби дүниеге келген күннен бастап бесікке салу, ат қою, шілдехана, тұсау кесу, баланы атқа мінгізу, тіл ашар, тымаққа салу, тұлым қою және басқа да көптеген балаларға арналған кәде ырымдар ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып келген. Этнограф маманның айтуынша, қазақ халқы бесіктегі бала бес үлейді деп бесікті киелі санаған. Наным сенімдерде бос бесікке ібіліс баласын жатқызады немесе жылан салып қояды. Сондықтан бос бесікті тербетуге болмайды. Оның бетін әрдайым жауып жүру керек. Қазақта талы бесіктен жер бесікке деген сөз бар. Халқымызда бос бесікті тербетпейді. Бейуақытта оны далаға қоймайды. Бесікті арша, адыраспанмен аластағаннан кейін ғана баланы салады. Сәбиді бәле-жаладан аман болсын деп бесіктің басына қайшы, пышақ, қамшы жасап та қоятын болған. Бала есейгенде бесікті далаға тастамаған. Сонымен бірге баланың қарын шашын киелі тұмар ретінде алып сәбидің мойнына байлайды. Өйткені баланың 40 күнге дейінгі шашы киелі саналған. Сондықтан оны кез келген жерге тастамай, бала бәйтеректей болып өссін деп биік шыңның, шидің түбіне таза жерге көмген. Ұл баланың кіндігін кескенде де батыр, палуан, ел қорғайтын ер болсын деп аттың жалына байлаған. Ал қыз баланыкін ата-ана, жарына адал болсын деп отбасы ошақ қасына көмген. Қызға 40 үйден тыйым дейтін ырымдар осыдан бастау алады. Қазақта бала тәрбиесіне әсер ететін ырымдар өте көп. Сондықтан жаңа туған бала 40-нан шыққанға дейін қасынан күні-түні адам үзілмеген. Үйде баланы бесікке бөліп жалғыз қалдырып кетпеген. Себебі бала 40-нан шыққанға дейін екі өмірдің арасында жатады. 40 күн өткеннен кейін бір күн тұзға, бір күн сабын суға салып баланың етін үйретеді. Осылайша сәбидің дамуына ырымдар жасаған. Халқымыз баланың құлағына үнемі баталы, өсиет сөз айтып, керемет көркем көріністерді көрсетіп отырған. Баланы тіл көзден де мұқият қорғаған. Қазақ баланы сәби кезінен үлкен отағасы етіп өсіруге, тәрбие беруге ұмтылған. Олардың еңбегі былқылдап тұрады. Сондықтан оны баспайды. Еңбегін басса кейін мінезі жаман болып кетеді, өміріне қауіп төнеді деп қараған. Қазақта 40 күн баланы періштелер күзетеді деген жақсы ырым бар. Ал жуылған киімін кешке қарай жұлдызға шалдырмаған. Өйткені бала түнде шошып оянады, жазылмас ауруға шалдығады деп ойлаған. Халқымыз балалардың әрбір қылық қимылына қарап болжам да жасаған. Жаңа туған сәбиге ат қойғанда өте жақсы мағыналы есімдер қоюға тырысқан. Ол жаман болса, бала атына заты сай болмай қалады деген бар. Осы ырымның барлығы күні бүгінге дейін әр шаңырақта жалғасын тауып келеді. Кіршіксіз, жаны да, тәні де таза нәрестенің жайлы төсегі болып саналатын бесік қасиетті де құтты мүлік. Әр үйде үлкендері ырымдап, ата-әкелерінен қалған деп қадірлейтін соншалық баласын сол бесікке бөлейді. Сол бесіктен ер жетеді. Бесікті кез келген жерге тастауға болмайды. Егер де бала бөленбеген жағдайда, оны биіктеу жерге алып қою керек. Ата-бабаларымыз нәрестені тіл көзден сақтайды деген үмітпен бесіктің басына үкі таққан. Бұл ырым тиымдар ескірмеген, жаңғырған жақсы салттарымыз.